Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназия ұлттық киім күні мектеп оқушылары, ұстаздар мен барлық қызметкерлер қазақи нақыштағы киімдерді киіп ерекше бастама көтерді. Мектеп өкілдері аймақтағы барлық мектептерге челлендж жолдады. Ұйымдастырушылардың мақсаты өзгеде білім ошақтарының осы челленджді қолдап, бүкіл қала бойынша ұлттық киімдер күніне белсенді қатысуға шақыру. Біз солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның ұстаздары мен оқушылары ұлыстың ұлы күні, наурыз күніне арналған ұлттық киім кию күні челленджін өңіріміздің барлық мектептеріне жолдаймыз. Ұлттық киімдер тек сән емес, ол қазақ халқының мәдени мұрасы. Бұл киімдер ғасырлар бойы сақталып, әр ұрпаққа өзіне тән тарих пен дәстүрді жеткізіп келеді. Мектеп оқушылары бүгін осы киімдер арқылы өз халқына деген құрметін көрсетуді. Мектеп ұстаздары бұл дәстүрді жыл сайын ұстанатындарын айтады. Әр жұма күні біздің оқушыларымыз және ұстаздарымыз осы ұлттық киім киіп, және де тек қана жұма күні емес, сонымен қатар басқа да маңызды күндер, мереке күндері біз осы ұлттық киімімізді киеміз. Менің ойымша бұл өте маңызды тәжірибе болып табылады. Себебі біздің ұлттық киіміміз бұл осы жаһандану заманындағы ұлттық кодымызды жоғалтпау үшін ең керек дүние деп ойлаймын. Бұл күні балалар тек қана өз киімдерінде емес, сонымен қатар қазақ халқының мәдениеті мен тарихын тереңірек түсініп, ұрпақтан ұрпаққа жеткен мұраларды қадірлеуге үйренуде. Мектептің бұл бастамасына көптеген оқушылар мен ұстаздар қолдау білдірді. Қалалық классикалық мектептің жігерлі оқушылары мен ұстаздары ұлттық киімдер арқылы мәдениетті қайта жаңғыртып, оны келер ұрпаққа аманат етіп қалдыруды көздейді. Ұлттық киім кию ол біздің қазақтың келбеті болып саналады. Бұл салт дәстүріміздің, мәдениетіміздің ажырамас бөлігі болып келеді. Бұл шараға біздің оқушылар да, біздің ұстаздар да қуана қолдаймыз, дәріп киіміз. Ұлттық киіммен біздің оқушылар жұма сайын келіп жүреді. Ұлттық киімдер күні тек қазақ халқының тарихын сақтап қана қоймай, қазіргі жастарда ұлттық құндылықтарға құрмет көрсетуге үндейді. Қалалық классикалық мектебі көтерген челлендж бүгінгі күннің рухына сай, болашаққа деген үлкен қадам болып қала бермек. Ақнұр Қайырбек, Асар Ербұлан, Первый Северный телеарнасы.